Сәлем, есімім Маржан. Мен нәзік жандыларға арнап, үй жағдайында күтім жасау жолдарымен бөлісіп тұрмақпын. Алғашқы видеомды бет терісіне арнасақ. Яғни бүгін менімен бірге өте қарапайым, бірақ эффектісі өте күшті маска жасап көрейік. Қане кеттік. Бұл масканы даярлау үшін бізге ең алдымен сұлы ұлпасы қажет. Сұлы ұлпасы скраб рөлін атқарып, бетімізді тазартады және құнарландырады. Одан соң бір жұмыртқаның сарысын қосамыз. Ол бетті ылғалдандырады, әрі жұмсартады. Жұмыртқаның сарысы құрғақ тері үшін болса, ағын майлы теріге қолданамыз. Ең соңында балды қосып, барлығын араластырамыз. Бал бет терісін құнарландырып, ағартады және әжімдердің алдын алады. Тек қолданар алдында балға аллергиямыз бар жоғын біліп алған жөн. Жалпы бұл маска құрғақ теріге арналған, бірақ қыс-күз кездерінде барлығымыздың теріміз құрғап, ылғалдандыруды қажет етеді. Тек масканы қолданар алдында бетімізді тазартып алғанымыз жөн. Масканы 15-20 минут ұстап, жылы сумен шайып, күнделікті қолданып жүрген кремімізді жағамыз. Дәл осы масканы аптасына 2 реттен бір курс, яғни 15 рет жасап көруге кеңес беремін. Видеомды тамашалағандарыңызға рахмет. Арнама жазылып, осы видеоға лүпіл баса кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Бірге күтініп, үнемі сұлу болып жүрейік. Сау болыңыздар!